Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оқырмандарымның сұранысы бойынша бүгін осындай ауызашарға арналған ас мәзірін дайындадым. Видеоны соңына шейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ерекше дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығатын тирамису тортын дайындаймыз. Ол үшін тәтті емес қылып кофе дайындап, оны суытып аламыз. Кремін жасаудан бастаймыз. Ол үшін мұздай холодильниктен шыққан 30-35% сливкиімізді кеңірек ыдысымызға құямыз және де миксердің орташа жылдамдығымен 2 минуттай миксерлейміз. Сонан соң қант ұнтағын салып миксерлейміз. Сонан соң осындай маскарпоне сырымызды қосып, араластырып, өз-өзін ұстап тұратын қою крем шыққанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға құйып аламыз. Және де осындай бізге форма қажет болады. Және де савоярди печеньесі. Савоярди печеньесін қолдан жасасаңыздар болады, не болмаса мен сияқты дайынын алып істесеңіздер уақытты үнемдейсіздер. Ең алдымен печеньелеріміз шетіне қойған кезде олар құлап кетпес үшін осылай кремді дөңгелетіп құйып шығамыз. Және де оның үстіне печеньемізді осылай қойып шығатын боламыз. Соғған кофемізге савоярди печеньемізді батырып, тортымызды қалайтын боламыз. Печеньені ұзақ уақыт кофеде ұстауға болмайды, себебі печеньеміз еріп алынбай қалуы мүмкін. Печеньеміздің үстіне кремді құямыз және де бір тегіс етіп жайып шығамыз. Келесі кезекте печеньемізді кофеге малып, қаз-қатар тізіп шығамыз. Қалған кремімізді құйып, қасықпен бір тегіс етіп жағып шығамыз. Бетінен тәтті емес какаомызды ситадан осылай өткізе отырып себеміз және де холодильникке кем дегенде 6-7 сағатқа салқындатуға салып қоямыз. Жақсылап салқындатылған тортымыздың шетіндегі кольцосын абайлап алып тастаймыз. Және де тортымызды бөлек ыдысқа қоямыз. Тортымыз дайын болды, өте нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді болып шығатын ерекше соуспен цезарь салатын дайындаймыз. Батон наннан сухари жасаймыз. Ол үшін батон нанымызды майда бөліктерге бөліп шығамыз. Және де 180 градусқа салып, қызарғанша ұстаймыз. Тауықтың төс етін маринаттаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін аламыз. Мен осындай түрін пайдаландым. Жақсылап тұрып жуамыз. Және де вилканың көмегімен осылай араларын тесіп аламыз. Қатты жерлерін пышақпен алып тастаймыз. Ортасынан бөліп аламыз. Және де маринад жақсы сіңу үшін вилканың көмегімен келесі бетінде тесіп аламыз. Пешке қоятын ыдысымызға барлығын саламыз және де дәміне қарап дәмдеуіштер саламыз. Дәмдеуіштердің аттарын описаниеда міндетті түрде қалдыратын боламын. Барлығын салып жақсылап араластырамыз және де үстінен сояны және сұйық майды құйып, жақсылап араластырып 180 градуста шамамен 10-12 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді цезарь салаты үшін цезарь соусының ерекше рецептісімен бөлісемін. Алдымен пармезан ірімшігін ұсақ үккіштен өткіземіз.
Пармезан ірімшігін блендердің арнайы ыдысына саламыз. Үстінен 2 жұмыртқа, дәміне қарап қара бұрыш, тұз және де 2-3 тіс сарымсақтан саламыз. Және де лимонымызды кішкене сығып, бір ас қасық алып, оны қосамыз. Сұйық майымызды құямыз және де горчицамызды осы сәтте қосамыз. Мен видеода қосуды ұмытып кеттім, бірақ соңынан қостым. Және де блендерімізді жұмыртқаны толығымен жауып тұратындай етіп саламыз да жоғары қарай көтермей блендерлейміз. Блендердің жылдамдығы орташа болу керек. Осылай жылжытуға болады, бірақ жоғары қарай көтермеңіздер. Сіздер рецептеріңіз шықпай қалуы мүмкін. Аппақ болғанша осылай блендерлейміз. Мына видеода байқасаңыздар, біздің массамыз төменнен бастап ағара бастады. Сол сәтте ғана блендеріміз жоғары қарай көтеріп, жоғарыдағы майымен араластырып осылай блендерлеп аламыз. Және де бізде осындай әдемі соусымыз дайын болады. Соусымызды холодильникке салып салқындатып аламыз. Біздің соусымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Суыған тауықтың төс етін осылай қиғашынан әдемілеп турап шығамыз. Қайнатылған жұмыртқамызды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Қызанағымызды да 2 бөлікке бөлеміз және де түп жағын осылай алып тастаймыз. Оны да ұзынша етіп тураймыз. Не болмаса сіздер черри қызанағын пайдалансаңыздар да болады. Айсберг капустасын жақсылап жуамыз және де қолымызбен үзіп шығамыз. Пекинская капустасында осылай қолымызбен үзіп аламыз және де жақсылап жуамыз. Арасында құрт құмырсқалар болуы мүмкін. Және де жұмсақ жерлерін 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Кеңірек ыдысымызға айсберг капустасын саламыз. Оның үстіне пекинская капустамызды саламыз. Дайындаған соусымыздан салып, барлығын араластырып аламыз. Ыдысымызға капустамызды саламыз. Сонан соң қызанақ, тауықтың төс еті және жұмыртқамызды әдемілеп қойып шығамыз. Ең бетінен сухаримызды себеміз. Ерекше соуспен жасалған цезарь салатымыз дайын болды. Егер сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бәр жоғы 2-ақ ингредиенттен тұратын ерекше дәмді котлет және де пюре дайындаймыз. Алдымен капустамызды барынша ұсақтап тураймыз. Бір бас пиязымызды барынша ұсақтап тураймыз. Кеңірек ыдысымызға капустаны, пиязды және де фаршты саламыз. Дәміне қарап, дәмдеуіштер қосамыз. Қандай дәмдеуіш қосқанымда описанияда міндетті түрде қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қолымызбен фаршымызды осылай ұрғылаймыз. Себебі біздің котлетіміз жарылып, екіге бөлініп кетуі мүмкін. Егер де өстіп ұрғылайтын болсаңыздар, бәрі бірігіп, ешқандай ашылмай, әдемі бір келкі болып пісетін болады. Аздап фаршты аламыз және де қолымыздың көмегімен осылай дөңгелектеп котлеттер жасаймыз. Барлық котлетіміз дайындап алған соң формамызды аздап майлаймыз және де котлеттерімізді ұнға кішкене батырамыз және үстінен сәл-сәл басып осылай формамызға орналастырамыз.
Дайындаған котлеттерімізді қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Табамызға аздап май құямыз, оған пиязымызды салып қызарғанша қуырамыз, сонан соң сәбізді салып тағы да 2-3 минут қуырамыз. Бір бокал суымызға томат пастасын салып жақсылап араластырып аламыз. Қуырмашымыздың үстінен котлеттерімізді салып орналастырамыз. Алдын ала дайындаған соусымызды үстінен құямыз, қайнаған күтеміз. Қайнаған соң оттың астын баяу етіп қойып, крышкасын жауып, 15 минут тағы пеште ұстаймыз. Картофельный пюре дайындау үшін картошкамыздың сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз және бірнеше осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Салқын судан құйып, пеште картошкамыз пісіп дайын болғанша ұстаймыз. Татымына қарап тұздан себеміз. Картошкамыз пісті, дайын болды. Енді оған сары майымызды қосамыз және тұзымызды сеуіп, осылай миксермен езіп аламыз және сүтімізді аздап құя отырып араластырамыз. Толығымен езіп аламыз керек. Біздің пюреміз дайын болды. Осындай жұмсақ, нәзік болып шығады. Біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді, ағзамызға пайдалы, қатырылған жемістерден компот дайындаймыз. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Кеңірек ыдысымызға қатырылған жеміс-жидектерімізді саламыз. Мен бұл жеміс-жидектерді жазда сезон болған кезде сақтап қойғанмын. Қандай жеміс-жидектер салғанымда описаниеда міндетті түрде қалдыратын боламын. Үстінен құмшекерімізді саламыз және де салқын суымыздан құйып, пеште осы компотымызды қайнатамыз. Компотымыз осылай қайнады, енді астын жай қоямыз. Қайнаған соң тағы да 5 минут қайнатамыз. Өте пайдалы компотымыз дайын болды. Салқындатып ішіңіздер, астарыңыз дәмді болсын.